Қаламыздың басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дәулет Сейітбеков, армысыз, қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Сәтбаев қаласында спорт инфрақұрылымы белсенді қарқынмен жаңартылып, нығайып келеді. Тәуелсіздік символдары жерлесіміз облыстық графикалық өнер байқауының келесі кезеңіне жолдама алды. Біз хабарымызда COVID-19 жағдайы туралы соңғы мәліметтерден бастаймыз. Сәтбаев қаласында жалпы Қарағанды облысы бойынша эпидемиологиялық ахуал жақсарып келе жатқанына қарамастан, мамандар коронавирустық инфекцияны жұқтыру жағдайларын тіркеуді жалғастыруда. Қазіргі уақытта стационарларда коронавируспен ауыратын 38 науқас емделуде. Облыстық физиопульмонология орталығының бөлімшесінде 15, Жезқазған қаласының модульдік ауруханасында 23 адам. Бұл ретте 196 Сәтбаевтық үй карантинінде. Олар дәрігерлердің қатаң бақылауында. Ал өткен тәулікте бізде COVID-19-ның 18 жаңа фактісі анықталды. Жұқтырылғандардың арасында 6 бала бар. Барлығы бір апта ішінде сырқаттанушылықтың өсуі 79 жағдайды құрайды. 16 қыркүйектегі жағдай бойынша Кеншілер қаласында коронавирустық инфекция жұқтырғандардың саны 234 адамды құрап отыр. Сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына сәйкес Сәтбаев қаласы әлі де қызыл аймақта орналасқанын хабарлаймыз. Мамандар азаматтарды алдын алу шаралары туралы ұмытпауға шақырады. Карантин режимін сақтаңыз және егер қарсы көрсетілімдер болмаса, вакцина қабылдаңыз. Мен әріптестерім екпе алды. Ал сіз ше? Бұқаралық спорт түрлерін дамыту, сондай-ақ кәсіби спортшыларды даярлау мақсатында Сәтбаев қаласында спорттық инфрақұрылымдар белсенді қарқынмен жаңартылып, нығайтылуда. Аталған бағыттағы жұмыстарды ағымдағы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Бұл туралы бізге Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары Айгүл Төлендин айтып берді. Өз жолдауларының бірінде Қазақстанның тұңғыш президенті ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дене шынықтырумен айналысу үшін аулаларды, саябақтар мен скверлерді көбейтудің маңыздылығын атап өтті. Мысалы, азаматтардың салауатты өмір салтын ұстану үшін аулаларда стрит-воркаут алаңдар, көше тренажерларын орнату қажет. Бүгінгі күні қаламыздың шағын аудандарында осындай қос алаң жұмыс істейді. Сондай-ақ осы жылы 4 көше тренажерлары орнатылған. Айта кетсек, бірінші мына стадионымыз Юность деген стадион, ол 90-шы жылдары құлдырап қалды. Кезінде ол жерде үлкен мәдени ошақ сияқты іс-шаралар өткен. Стадионда осы Сәтбаев қаласының жергілікті қонақтары, жергілікті халық көп жиналып, жақсы іс-шаралар жақсы деңгейде өтіп отырған. Енді сол стадионды қайтадан қалпына келтіру үшін облыстық бюджеттен ақша бөлініп, қазір ол стадионымыз жеңіл атлетика орталығы болады деген жоспар бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Онда жаңа Самат Мұнай мердігерлік компания жұмыс істеп жатыр. Стадионды қалпына келтіру нағыз жеңіл атлетика орталығын жандандыруға мүмкіндік бермек. Онда жүгіруден басқа диск, найза лақтыру, сондай-ақ ұзындыққа және биіктікке секіру сияқты спорт түрлері дамытылатын болады. Мұнда тек спортшылар ғана емес, сонымен қатар қала оқушылары да қатыспақ. Бұл жеңіл атлетиканы дамытуға және тиісті жарыстарды жоғары деңгейде өткізуге мүмкіндік береді. Болашақта бұл спорт орталығы жергілікті деңгейдегі, ал одан әрі облыстық және республикалық деңгейдегі жарыс және жаттығу процестерін ұйымдастыру үшін кешенді объект ретінде өңірлік маңызға ие болады деп жоспарлануда. Біздің спортсмендер ғана айналыспайды, олмен мектеп оқушылары айналысады деп. Өздеріңіз білесіздер, бізде жеңіл атлетика біздің қаламызда жақсы дамыған, өте жақсы тренерларымыз көп жеңіл атлетикадан. Мына айта кетсек, өзіміздің қаламыздың мақтанышы Рима Кашифуддиновнан айта кетуге болады. Сол үшін осы жеңіл атлетиканың бұландай орталығын құруға бел будық. Қалада бассейн, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің күмбезін қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Енді ол бассейнді қазір мынау каркасын металл конструкциядан жасалып жатыр. Ол енді жылдар бойы
мына күмбез болса, ол 5 жылдық қана гарантиясы болса, бұл енді металл конструкциядан болғаннан кейін біз енді ол біраз осы Сатпаев қаласына жұмыс атқарылады, осы істейді осы бассейніміз деп ойлаймыз. Бұл жерде де біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Бұнда мердігерлік компания Самға. Сонымен қатар Спорт Альянс фирмасы мен футбол стадионын жөндеуге шарт жасалды. Бүгінгі таңда футболға арналған көгалдарды төсеу жұмыстары аяқталуда. Сондай-ақ ішкі мембраналық күмбезді желімдеу, кварц құмын төсеу, жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, спорттық нысандарды жөндеу және қайта құру бойынша барлық іс-шаралар осы жылдың соңына дейін аяқталмақ. Осылайша жерлестеріміздің спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстануына жоғары деңгейде жағдайлар жасалмақ. Еркина Шуқан, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Хабарымызды жалғастырамыз. Сәтпаев қаласының тұрғыны жерлесіміз облыстық графикалық өнер байқауының келесі кезеңіне жолдама алды. Конкурс ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған. Байқаудың келесі кезеңінің шарттары қандай? Әріптесім Диана Әбдіқалықова тарқатады. Биыл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Осыған орай Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы облыстық бейнелеу өнері музейімен бірлесіп байқау ұйымдастырды. Мақсат бейнелеу өнері арқылы тарихи мәдени мұраны насихаттау, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеп, қазақстандықтардың назарын ел тарихына аудару. Графикалық өнер байқауына Сәтпаев қаласы бойынша жіберілген жұмыстардың ішінен Абай Хужаевтың эскизі үздік шығып, жерлесіміз келесі кезеңге жолдама алды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында тәуелсіздік символдары атты графикалық өнер байқауы жарияланған болатын. Осы байқауға жіберілген, Сәтпаев қаласына жіберілген эскиздердің ішінен Ходжаев Абай Әшірбекұлының эскизі қабылданып, бірінші кезеңнен өтіп, екінші кезеңге жолдама алды. Абай Әшірбекұлына қала халқының атынан сәттілік тілейміз. Осы байқауда үлкен жетістікке жетеді деген үміттеміз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, туымыз желбіреп, әнұранымыз шырқала берсін деп тілеймін. Байқаудың келесі кезеңінің ережесіне сәйкес қатысушы таңдалған эскизді қаланың көрнекті жеріне бейнелеуі қажет. Жерлесіміз аталған суретті Сәтпаев қаласының Баубек Бұлқышев атындағы орталықтандырылған кітапхана ғимаратының қабырғасына салуды жөн көрді. Сәтпаев қаламыздың ғимараттың қабырғалары әсем әрі әдем болу үшін осы байқауға қатысудамын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай мен осы сурет таңдадым. Суреттің атауы «Алтын адам». Бұл көркем туынды ел тәуелсіздігінің символына айналған алтын адамның бейнесі кімнің де болсын назарын аудармай қоймасы анық. Азаттықтың нышанын бейнелейтін суретті көргенде жастарымыздың бойында мақтаныш сезімі пайда болатыны жасырын емес. Ендеше мәдени мұраны дәріптеп жүрген жерлесімізге тек сәттілік тілейміз. Диана Әбдіқалықова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Ал шығарылым соңында республикамызда ұлттық халық санағы жалғасып жатқанын еске салғымыз келеді. Айта кетейік, қазіргі уақытта респонденттер үшін онлайн режимде халық санағынан өтудің бірнеше тәсілі қарастырылған. Мамандандырылған санақ.gov.kz сайты, ITU мобильді қосымшасы немесе eGov порталында авторизация арқылы. Азаматтарға көрсеткен белсенділіктері үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз және жерлестерімізді онлайн санақтан өтуге шақырамыз. Санақ.gov.kz сайты 15 қазанға дейін тәулігіне 24 сағат бойы қолжетімді болады. Сұрақтарға онлайн түрде жауап бермегендерден қазан айының 1 мен 30 аралығында интервьюерлер сұхбат алады. Есіңізде болсын, Қазақстан Республикасының әрбір азаматы маңызды. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар келесі кездескенше аман сау болыңыздар.